30-шы сұрақ. Теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімін табыңыз. Мына жақта бізге осындай теңсіздік берілген. Алдымен жақшаларды ашу керекпіз. Тағы бір рет осы теңсіздікті көшірейін. 2 көбейту жақшаның ішінде 3х азайтылған 20 артық немесе тең азайту 2 көбейтілген 5х қосу 2. Енді қараңыз. Осы жақшаларды ашу үшін үйлестімділік заңын қолдану керек. Жақшаның алдындағы сан жақшаның ішіндегі әрбір санға көбейтіледі. Сонда мына жерде 3х-ке көбейтіледі. Мына жерде осы 20-ға немесе минус 20-ға көбейтіледі. Мына жерде минус 2 жақшаның ішіндегі дәл солай әрбір санға көбейтіледі. Мына жерде 5х саны, мына жерде плюс 2 саны. Енді 2 көбейту 3х шығады бізде 6х. Өйткені 2 көбейту 3 ол 6х жаңа жазылады. 2-ні көбейткенде минус 20-ға шығады минус 40. Енді артық немесе тең таңбасын көшіреміз. Минус 2-ні көбейткенде мына санға шығады минус 10х. Минус 2-ні көбейткенде мынаған шығады минус 4. Болды. 6х минус 40 артық немесе тең минус 10х азайту 4. Енді келесі амалымыз ол ұқсас қосылғыштарды жинау бір жаққа. Қараңыз, мына жерде бізде ұқсас қосылғыштар ол x-терді бірге жинау керекпіз, жай сандарды бірге жинау керекпіз. X-ті жинағанда ыңғайлы болу үшін үлкен жаққа жинайсыңдар. Мына жерде бізде коэффициентіміз 6х-тің алдындағы, мына жерде минус 10. 6 минус 10-нан артық сан. Сол үшін осы минус 10х-ті сол жаққа жинаймыз. Ал мына жердегі минус 40-ті онда 10 жаққа жинау керекпіз. Мына жердегі 6х-ті көшіреміз. Егер мына жерде бізде минус 10х болса, теңдеудің немесе теңсіздіктің басқа жаққа барғанда санның таңбасын өзгереміз. Мына жерде минус 10х, басқа жаққа барғанда плюс 10х болады, егер ол қосылғыш болса. Артық немесе тең минус 4-ті көшіреміз. Ал мына жердегі минус 40-ті басқа жаққа апарамыз да, таңбасы өзгереді плюс 40 болып. Енді осы екі жақты санаймыз. 6х қосылған 10х. Ол шығады 16х. Артық немесе тең минус 4 қосу 40 шығады 36. Екі санның таңбалары әртүрлі болса, оларды жинағанда жауабы мына жақта екеу азайтылады. Үлкен кішісін азайтамыз шықты 36. Және үлкен санның таңбасы алынады. Ол бізде плюс тұр. Мына жақта плюс 36 немесе жай 36. Енді қараңыз, теңсіздікті шығаруға бір ғана амал қалды. 36-ны бөлеміз 16-ға. Өйткені мына жерде 2 көбейткіш, мына жерде ондалардың көбейтіндісі. 36-ны бөлеміз 16-ға. Қысқартсақ мына жақта 4-ке қысқартуға болады, үстінде 4, 9 астында 4. Сонда x-тің мәні артық немесе тең 4-тен 9-дан. Енді x артық немесе 4-тен 9-дан немесе ол бізде x артық немесе тең 2/4-тен 1-ден. Енді осы теңсіздікті біз шығардық, бірақ сұрақты тағы бір рет оқу керек. Теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімін табыңыз. Егер x бізде 2/4-тен 1-ден артық болса, біз оны координаталық түзуде салайық. Координаталық түзуіміз осындай. Мына жерде бізде 0 болсын. 2/4-тен 1 бөлшегі осы жерде тұрады. X артық дегеніміз осы жерде орналасқан барлық сандар осы теңсіздіктің жауабы бола алады. Мына жерде x, сонда мына жердегі барлық сандар жауап болады. 5-ті алсақ, ол x-тен артық, ол дұрыс. Егер мына жерде 10-ды алсақ, ол да дұрыс. Бірақ ең кіші бүтін шешімін табу керек болса, мынау сан бізде бүтін емес. Мына жерде 2/125 және 2/4-тен 1 жауабы бірдей. Бірақ оны алуға болмайды, өйткені ол бүтін сан емес. Ал бізге ең кіші бүтін мәні қажет. Ал 2/4-тен 1-ден кейінгі ең кіші бүтін мән ол 3 саны.
3 саны ол 2,4-тен 1-ден үлкен, бірақ ең кіші бүтін мәні осы теңсіздіктің. Жауаптардың ішінде Б жауабы 3 дұрыс.